Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сары Мысық. Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен алдында айтып өткендей танкі модтың екінші бөлімін түсіретін боламыз. Бұл модда мен әлгі бөлімге ұқсас тағы да мод жазып алған болатынмын. Танкі модтың техникалық баяни модтың. Ал видеомыз бастап жатып лайк басып каналды тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Көріп тұрыңыздар, бұл модта мен басып алған болатын. Бұл модқа обзор түсірейік. Бұл модта мен көріп тұрыңыздай, бұл модта танкіден қарағанда көбінесе машиналар көбіректеу екен. Осы бар тексеріп көрейік. Біріншісі бізде осындай жәжік. Оны сандықтың орнына қолдануға болады. Осындай дәу жәжіктер. Екіншісі бізде баяни көлік. Осындай осындай көрік бізде. Келесі бізде осындай КамАЗ. Қараңыздар, түсініксіз. Бұның қандай КамАЗ екенін онша білмей тұрмын. Және бұны не істейтін шамасы қандай бірдеңке таси ма, зымыран ұшыра ма, сондай бірдеңке сияқты. Оған алдында мен дәл осындай видео түсірген болатын. Дәл осыған ұқсас модпен ол кезде танкілер өте көбірек болған. Ал мына жерде өте аз екен. Келесі бізде осындай вертолеткен баяни қатты ұшатын ұшақ. Мінекей осындай өте жылдам ұшатын сияқты. Ашып көрейік. Келесі бізде тағы бір жәжік сияқты. Жаңағындай үш ручкалармен істелінген жәжік. Келесі бізде тағы ұшақ. Жолы осындай бір түсініксізде ұшақ екен. Ондай қанаттар жайылып қалған. Келесі бізде тағы да ұшақ. Жоқ, кішкене үлкеніректеу ма, сондай сияқты. Осындай ұшақ бізде. Келесілерін тексеріп көрейік. Мынаны тексеріп болдық біз. Келесі қандай бар? Шамасын бұл жерде танкі болмайтын сияқты. Алдында мен танкілерді көрсеткем. Бұл жол бұда танкілер емес. Бұда басқа баяни ұшақтар көп сияқты. Бұл жерде қарсаңызда мынандай тағы жылдам ұшатын ұшақтың бірі. Анадан қалған өте жылдам ұшақты. Отыра қойдың үстіне қондық, не болды. Келесін тексерейік. Келесі бізде тағы да бір КамАЗ ба, сондай бірдеңке жүк таситын сияқты шамасы. Арт жағы бос. Жүреді. Шамасы жүргендер өте жақсы. Келесі осындай бізде кран таситын, осындай зат таситын көлік. Естіп жүреді болды. Шамасы ол жәжіктерді таситын сияқты. Қазір көрейік. Мына жерге заттарға қосып қойса. Шамасы барды көтере алмаймын. Келесі жүкті көрсетіп көрейік. Бәлкім көтере алатын шығар. Шынымен бұны көтеру қажет етін. Үлкен болғанмен көтере алмағанша.
мен түсінбедім. Шынымен де бұл жүктерді шынымен де алатын едім, бірақ қалай алатынын білмей оны. Так, келесін тексеріп көрейік. Келесімізде тағы да көлік, ванағы көлікке кішкене ұқсайды екен. Бұл жағы арт жағынан да кішкене созылып кеткен осындай. Şimdi buradan gidelim. Endi bizga осындай төбесінде антенна бар. КамАЗ екен. 다 집 같은 거 그거 төбесі ашық екен. Так, келесі соңғысы барын жайшық десеңде. Мінекей достар, мен бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Мен осы обзор түсірген болатын. Бұл бұда танкі болатын шығар деп ойладым. Бірақ бұда ешқандай танкі жоқ. Бұда тек қана осындай ұшақтар, көліктер бар екен. Бұл алдыңғы модтың жалғасы сияқты ма, сондай сияқты. Жарайды, осымен видеомызды аяқтай. Егер видеоны ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің болған мен Сары Мысық. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.